Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі ауызашарға осындай күріш пен подлива жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ол үшін ең алдымен қазанымызға майымызды құйып қыздырамыз және де осылай майда кубиктап туралған еттерімізді салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Бізде етіміздің өзінің сөлі, яғни суы шығатын болады. Сол суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Және де қуырып болғаннан соң бетіне майдалап туралған пияз бен чесногымызды салып араластырамыз. Содан соң 1-2 ас қасық соевый соус қоссаңыздар да болады. Содан соң майда жіңішке етіп туралған сәбізімізді салып араластырамыз. Және де 1-2 ас қасық томатымызды қосамыз. Менде осындай қатырылған түрі. Және де қалауыңызша болгар борщын қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң кубиктап туралған картошкамызды және де дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, өзіңіз қалаған кез келген приправаны салып жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан соң подливамыздың үстіне суын құямыз. Суын көп қылмай осылайша қалдырсаңыздар болады. Немесе мен суын көп қылған ұнайды, сол себептен көбірек қылып құятын боламын. Бетін жауып, етіміз піскенше қойып қоямыз. Әзірге біз күрішімізді дайындаймыз. Қызып тұрған табанымызға майды құйып, қыздырып алып, үстінен күрішімізді салып, 1 минуттай жақсылап араластырып қуырамыз. Содан соң дәміне қарай тұз құйып және де бетінен кішкене ғана асырып су құямыз да астын баяу отта пісіретін боламыз. Дайын болған күрішіміздің үстіне осылайша горох, кукуруз немесе кез келген қатырылған арнайы көкөністерді салып ұсынсаңыздар да, немесе осылай құр күріштің өзімен де өте керемет болып шығады. Кукурузымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған күрішімізді салып аламыз. Күрішті неше түрлі формалармен ерекше етіп салып ұсынсаңыздар да әдемі болып көрінеді. Қыздар, бұл тағам өте жеңіл әрі үйдегі бар заттардан жасалынатын өте оңай тағамдардың бірі. Осылайша ерекше етіп неше түрлі әдіспен ұсына берсеңіздер болады. Содан соң подливамызды салып аламыз және де подливамыздың бетіне кішкене ғана суын құямыз. Содан соң бетіне қалаған аскөктеріңізді сеуіп, ерекше әдемі етіп ұсынсаңыздар да болады. Баршаңызға ас болсын. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.